Халық даналығы баланы жастан дейді. Сәби ана құрсағында жатқанда адамдық болмыс қалыптасады. Бұл дегеніміз құрсақ тәрбиесінің маңызды екенін байқатады. Ал аналарымыз шаңырағына түскен келінге болашақ ұрпағымның анасы деп ерекше ілтипатпен қараған. Дүниеге мұрагері келетінін естіген енесі қуанышын жасырмай, сандығында сақтаған ақ орамалын алып, керегеге байлайды. Бұл ырым шаңырағымыздағы келініміздің аяғы ауыр дегеннің белгісі. Жүкті әйелді ауасы саф таза табиғатта көп жүргізген. Жас ананың денсаулығын нығайту үшін таңғы шықты табанымен бастырған. Атам қазақ, іштен қисық туғанды тезге салсаң түзелмес деп, ұрпақ тәрбиесіне жіті көңіл бөлген. Бұл отбасылық құндылықтың әуелгі бастауы.